Құрметті ағайын, бүгінгі кешіміз желтоқсан құрбандарына арналады. Алматы қаласында жастар үкімет шешіміне қарсы тұрып, ереуілге шығып, қуғынға ұшырап, аяусыз таяққа жығылған еді. Осы бір тарихи уақиға біздің бүгінгі тәуелсіз мемлекет болуымызға үлкен үлес қосты. Сондықтан тәуелсіздіктің тұғыры биік болсын. Пленум жөніндегі алғашқы ақпарат сол 16 желтоқсан күні республикалық радиодан берілді. Ертеңіне 17 желтоқсан таңғы сағат 8-де Брежнев алаңында жастар жинала бастады. Шеруге жиналғандар саны бірте-бірте артып, түске қарай 5000-ға жетті. Бұл туралы Қазақстан Компартиясының орталық комитеті сағат 9:30 шамасында хабарлады. Көп кешікпей алаңға қарулы күштер әкелінді. Астанаға кірер жолдардың барлығы жабылды. Алаңға қарай ағылған қазақ жастарының саны көп болды. Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған, ешқандай ұлтқа артықшылық берілмесін. Әр ұлттың өз көсемі бар деген ұрандар болды. Өз басшымыз өзімізге, қазақты қазақ басқару керек. Біз тәуелсіз ел болуымыз керек. Тәуелсіздік түскен жоқ қой аспаннан, тарих оның тым әріден басталған. Бодандықтан құтқарымды елімді, талай боздақ қара жерді жастанған. Жазалаушы қара құттай қаптады, қазағымды қырып жойып таптады. Сонда елімнің ұл қыздары ардақты, қарсы шығып ел сенімін ақтады. Жалғыз отан адамның жүрегі ғой, ер жігіт туған жерін сүйеді ғой. Ел үшін желтоқсанда құрбан болған, Ербол қайрат нағыз ертің бір еді ғой. Сәбира ләззатсынды жауқасындар, жетілмей ерте солған гүледі ғой. Болашаққа даңғыл жол салып берген боздақтар мәңгі айтылар жүреді ғой. Желтоқсан тарихында әйгілі күн, ерттеп мініп ар ождан сәйгүлі күн. Ерлерім елдік үшін атой салып, еншілер қайтарған бәйгелі күн. Жасақшы, ал келдер ана иттің баласын. Ты нацист. Кого хочешь обмануть? Да, тебя учили, кормили. Теперь ты хочешь перевернуть советскую власть? Молокосос. За 70 лет советскую власть никто не смог перевернуть. Куда тебе? Советский өлтіргенді мойнына ал. Бәрібір мойнына алдыртамыз иттің баласы. Я, мен жасырмаймын. 16 желтоқсан күні алаңға барған рас. Бірақ мен бұл ісіме ешқашан өкінбеймін. Керісінше мақтанамын. Бір медицина қорғанында рас. Бірақ оған ештеңе де болған жоқ. Аман сау, дін аман. Менің бар жасаған қылмысым осы ғана. Естіп тұрмысың, бар жасаған қылмысым осы ғана. Бұның бәрі жала. Одан да өлтіргенді мойныңа ала сал. Жазаңды өтейсің, түрмеден шығасың. Жоқ. Мен істемеген ісімді қалай істеп мойныма аламын? Оның бәрі жала. Сен неге оттап тұрсың иттің баласы? Сволочь! Ал кетіндер ананы камераға. Иттің баласы. Я, сол күнге де жеттік. Міне, қазақ елі көк байрағы желбіреген тәуелсіз ел болды. Сол тәуелсіздік жолында жандарын пида еткен жастарымыз бүгінде толық ақталды. Қайрат Рысқұлбеков, халық қаһарманы, мемлекеттік жоғарғы атағын алды. Ел үшін шырылдап, жанын шүберекке түйген ұлдың ақтық сөзіндегі тілегі болды. Біздер, жас ұрпақ, өмір бойы армандаған және бір сәтте тыным алмай күрескен ата-бабаның
сендердің алдарында мәңгі қарыстармыз. Біз сені мәңгі ұмытпаймыз, Қайрат аға.